Уалейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Жалпы мен өзім негізі күркетауықтың именно осы гибрид түрімен айналысам да, селекция жасаумен. Бізде қолмен селекция жасалады ғой енді. Заводская селекция жоқ, бізде аталықтың ұрығын алып, басқа бір маткаға салып, одан шыққанды жаңағыдай 25% қылып алып. Бізде ондай емес, бізде мынандай. Хайбрид мекеніне бронзаның қоразын қойсын 700-800-ні. Содан шыққан балапандар уже гибридке, высший класс гибридке айналады. Өйткені бронза 708 болсын, хайбрид болсын, бұлардың бәрі селекция арқылы гибридтеліп шыққан өндіктер, бұлардың өзі гибридтер былай айтқанда. Біз сол гибридтерді кросс қой енді бұлар. Цвет окрастарын бермейді. Одан кейін бұларды қолмен ұрықтандырмасаң, қоразды ұстап үстінде отырғызып. Ол өздігімен қаша бермейді. Сондайларды қолмен селекция жасау арқылы гибрид аламыз да. Анау сіз айтқандай да болады, мысалға местный күркенің қоразын осы 5-6-ге, болмаса хайбридке қойсаңыз, онда жаңа 50% гибрид шығады. Чымавес деген жоқ, 50% шығады сразу. 50% полугибридті тағы да келесі жылы кросс мекенге қойыз. Сонда тазы гибридке айналады. Порода мен кросстардың қосындысын негізі гибрид деп саналады ғой бізде. Жалпы күркешілердің несінде арасында. Комбикорммен өсе ма, жоқ. Бұлайынша шегірткеге жайып өсіресіз ба, ол өз еркіңіз ғой, онда тұрған ешқандай проблема жоқ қой. Уалейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Сіз оны қазір өйтіп жүретін болсаңыз, ол таза гибрид алам деп, онда уақыт теретесіз да. Сізге ең высший класс гибрид алғыңыз келсе, бронзаның қоразы бар ғой, Франция 708. Соның спортивный варианттағы қоразын аласыз. Сөйтесіз, соны 5-6-ге немесе хайбридтің мекендеріне саласыз. Сізде уже сразу сотка гибрид шығады. Высший класс саналады ғой. Мен жылда солай мәселе көп талқылаған. Себебі біреулер жаңағы гибридті қалай шығарады, ол үшін жаңағы местный мен кросс шатыстыру керек, сода гибрид шығады деп отырды. Ол ондай емес. Бронза 708-дің мекені аплод жақсы көтереді. Аплод жақсы береді, қоразын ұрығын тез қабылдайды. Оған мысалға сіз бронза мен хайбридті шатыстырып гибрид алдыңыз ғой, содан шыққан аталық қоразды бронза 708-дің мекеніне салатын болсаңыз, сіз вообще тем аласыз бұл айтқанда гибридті. Ол жайылымға шыдамды, алысқа жүгіре алады, шегіртке қуалай алады. Әр мезгіл сайын өзінің салмақтарында өзінің достижениесіне жете алады. 5 айында завойға шыдай алады, 5-6 айлығында. 18 кило, 20 килоға дейін барады қораздары. Мекендері 12-13 килоға дейін барады. Солай жасасаңыз болады, негізі басым.